ар бир адамдын жакшы жамандын акысын бере турган күндүн падышасы Аллах. Биз ушуну ар бир рекетте айтып атабыз. Я Аллах, жакшылардын жакшылыгын акысын сен бересин, жаман иштердин жазасын сен бересин. Ошол күндүн падышасы сенсин. Малики яумиддин деп айтып атабыз. Ушулдарды чоң тарбия алып атабыз. Не деп? Жакшы сөз сүйлөйүн, жакшы иш кылайын. Бунун акысын ким берет? Сабабын ким берет? Алла берет. Качан берет? Кыямат күнү берет. Падышасы ким? Алла. Кудай сактасын, жаман сүйлөбөйүн, жаман иш кылбайын. Ошонун дагы жазасын берет. Ким берет? Алла берет. Качан берет? Кыямат күнү берет. Демек, жакшы иштердин сабабын бере турган, жаман иштердин жазасын бере турган. Бир сөз менен айтканда, амалдын акысын бере турган күндүн падышасы Аллах. Малики яумиддин деген сөздүн мааниси ушу. Биз ушуну ар бир рекетте айтып атабыз. Багымдатта 4-тө, пешимде 10, 14, асырда 4-тө, 18, шамда 5-ө, 23, куптанда 9 бу? Канча болуп кетти? 32 болуп кетти? 32 жолу Аллага айтып атабыз. Я Аллах, Малики яумиддин деп айтып атабыз. Мен башында бай айтып атканым, имам Бухари рахматуллахи алейх биринчи хадисте алып келди, иннамал аъмалу бинният деп. Андан кийин пайгамбарыбызга кандай вахий түшөт? Вахий деген эмне? Куран кандай келген? Пайгамбарыбыз канча жашта эле? Эмне кылып атат эле? Кантип чоңойду эле? Кайсы тоодо эле? Аялым не деди? Меккеде ширк, айкелдер, бутпарастар, Кабанын ичинде деле, сыртында деле, элдими? Мекке мушриктери барды нерсени пайгамбарыбыздын кыжалат болуп кетти. Кысылып кетет эле. Пайгамбарчылыкка чейин эле Нур тоосуна, Хира үңкүрүнө кетип калат эле. Этикафка отурат эле, зикир кылат эле, дуа кылат эле. Миллати Ибрахимде ибадат кылат эле. Азыгын алып кетет эле. Азыгы бүткөндө кайра келет эле. Хадича, мен кайра кетип атам, азык даярда. Кайра кетет. Ана күндөрдүн биринде субханаллах, Жабраил алейхиссалам түштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты. Не деди? Икра. Оку. Пайгамбар окуй албайт. Окуй албайт. Окуй албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Жабраил периште кысты. Жабраил периште жаман күчтүү. О биз экөөбүз учурашып кучакташкандай эмес ал. Анын 100 канаты бар. 2 канатын атса чыгыштан батышка чейин жаап коет. Бардык периштелердин мырзасы. Рухул Кудус бул, Рухул Амин бул. Bir rivayatta 100, bir rivayatta 600. Жабраил периште тамаша эмес ал периште ал. Пайгамбарыбызды кысканда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Машаккат чарчап кеттим, кысылып кеттим." Айтты, окуду. Икра бисми раббикаллази халак. Халакал инсана мин алак. Икра ва раббукал акрам. Оку. Робуңдун аты менен оку. Ал жараткан. Жаратты инсанды алактан. Алак не? Ал инсандын нутфа, ала мудга. Ал канды айтат. Кан. Аллах субханаху ва таала өзүн рубубият менен тааныштырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мен сиздерге башкачага өтүп кетпейин, негизги максатка келейин. Эң биринчи Алла таала өзүн пайгамбарыбыз менен тааныштырганда рубубият, бисми раббик. Рубубият менен Алла өзүнүн сыфатын тааныштырып атат. Ошо робуңдун аты менен башта. Башына алхамдулиллахи роббил аламин. Куранды баштап койду. Роббил аламин кен биздин робубуз аламдын робу кен. Кул ауду би роббин нас бүтүрдү. Роббин нас менен бүтүрдү. Роббил аламин менен баштады.
Kur'an'da Rabbin nas menен бүтүrdü. Alamdın Robu dep başladı. Adamdın Robu dep бүтүrdü. Ortasında Kur'an'dın Allah kanday Rob eken düşündürdü. Oşun için Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jana Kur'an-ı Kerim'de dualardı karasalar. Rabbighfirli ve li validayya. Rabbana zalamna anfusana. Bardığında Rob. Rabbana taqabbal minna innaka entas semiul alim. Rabbana la tec'al. Rabbana fulan. Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana hab lana min azwajina. Rob. Ошон үчүн кабырга барганда биринчи канчага жашап келдиң деп жашыңды сурабайт. Атаң ким дейт, атаңдын атын сурабайт. Канча баланын атасын сурабайт. Өзүңдү да сурабайт, сен кимсиң? Атың ким деп сурабайт. Улутуң ким деп сурабайт. Урууң ким деп сурабайт. Мансабың ким деп сурабайт. Канча жыл жашадың деп сурабайт. Робуң ким? Мар роббук? Робуң ким? Робби Аллах. Мына туғандар. Рубубият Алла Субханаху ва Таала жоқтан бар қылып, тарбия қылып, өстіріп, этап менен чоңойтып, қажеттерді бүтірген заттың аты Роб. Мен башқа өтейін. Имам Бухари рахматулла алей ниеттен баштады, вахийни айтып берді, ибадаттарды айтты, мамилелерді айтты, тарихты айтты, тафсирді айтты, манақи пайғамбарларды айтты, сода саттықты айтты, саясат жихадын айтты, мирасты айтты, ештекені қалтырған жоқ, полный айтып келіп, ең ақырында пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың Алла Таала Құран-ы Кәрімде түшірген аяты وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Алла Таала айтады, ертеге қиямат күні әділеттіліктің таразаларын орнатамыз. Ушул теманы ең ақырында қойды, аятты. Имам Бухаринің ақылдылығын қараңыз. Ақылдылығын қараңыз. Ушуну қойды, ей, мұсылман, бұл дүниеде жашосың, мен саңа пайғамбарымыздың өмір баянын бардығын айтып бердім. Бардығын көрсеттім, жеткірдім. Бірақ ем ұнытпа, ертеге қиямат күні тараза бар. Бұл дүниені таштап кетеміз, қияматқа барамыз, қияматтан не бар? Тараза бар. Ал тараза әділетті тараза. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ Әділеттіліктің таразаларын, атаның таразасы өзінше, баланың таразасы өзінше, аялдың таразасы өзінше, акаңыздың, үкаңыздың таразасы, әрбір адамдың таразасы өзінше, әрбір амалдың таразасы өзінше, намаздың таразасы өзінше, садақаның таразасы өзінше, Құранның таразасы өзінше, оразаны өзінше, әрбір амалдың, адамдың таразасы өзінше. Қиямат күні Алла Таала әділеттілік таразаны орнатамыз. Имам Бухари бір сөз айтады, мындай дейді. Анна амала аъмал бани адам ва қаулахум юзан. Адам баласының сөздері, адам баласының амалдары таразаға тартылады деді. Біздің әрбір сөзіміз таразаға жазылады, жана әрбір сөзіміз ишкебиз таразаға тартылады. Ошо таразадағы салмақты болсын, оор болсын деп Имам Бухари хадис алып келіп, Абу Хурайрадан риваят, пайғамбарымыз айтады, калиматан хабибатан илар рахман. Екі сөз бар. Алла Таалаға аябай сүйкімді. Алла жақсы көреді ал екі сөзді. Хафифатан алал лисан, тілге аябай жеңіл. Сақилатан фил мизан, таразада өте оор. Тараза ойынша сөз кеп кетеді. Таразаңызды қалайсыз бұл оор қылғанды, соуы оор болсын ертеге қиямат күні. Алғайсы, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим. Ушун менен сөзді бүтірді. Туғандар ертеге тараза баркен, әрбір сөзіміз, әр нәрсені сөйлей бербей, зикірді көбірек қылайлы, дуаны көбірек қылайлы, жақсы сөздерді көбірек айтайлы, бір-бірімізге болған жақсы мамилені қылайлы, тіліміз сұраққа арылады екен, көзіміз, құлағымыз, жүрегіміз алынады екен.
Алла субхана ва тағала барыбызға тауфиқ берсін, барыбызға хидаят берсін, барыбызға түшүнүк берсін. Алла субхана ва тағала барыбызды өзінің марифатын жана өзіне жақын ризачылығына жақындасын. Туғандар, намаз уақыт жақындап қалыптыр. Намаз оқып алайлы. Намаздан кейін кимге сұраулары болса, иншалла, мейлі сұрауларға жооп берейлі, андан кейін тұрайлы. Мен сіздерді көріп, өзіме тойбай атам, өзіме батын албай атам. Қайра-қайра талаптарыңыздарды көріп, сіздер отырғаныңыздан нұрлы жүздеріңіздерді көріп, маған алхамдулилля өте чоң қуаныш. Ошондуктан иншалла, Аллахым биздин иманыбызды бекем кылсын, достугубузду бекем кылсын. Allah Teala berekeli yaşa versin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ve tub aleyna innaka antat tawwabur rahim. Jaratkan Allah barımızın tövbalarımızı kabul kılgın. Barımız Allah Teala'dan geçirim sırayla. Allah Teala'nın tövbalarımızı kabul kılsın. Kalgan yaşamımızda taat ibadatta şükür kaniyette Allah Teala'm ötkörgөнгө Allah Teala'm öz jardam versin. Mamleketimizge tinchlik, amanlık, İslamga kuch kuvvat, бүткүл alamda insanga hidayat, iman berip, ушул жерде дуа кылгандарды эки дүйнөдө бактылуу кылып, каерде гана болбосун берекелүү кылсын. Бирахмат.